Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Орыс Қытайдың ымырасы туралы саяси түсініктеме бере кетейік. Қазақстан бұғанға дейін орыстың артқы ауласы болып саналып келді. Қазақ жерінде орыстың әскери полигондары, әскери базалары болды. Күні кешеге дейін Алматының іргесіндегі Саршағанға дейін орыстар зымыранын атып отырды. Ал орыстың Ұланғайыр даласында, қиыр шығысында, Ібір-Сібірінде зымыранын ататын, сынақ жасайтынға жер табылмай қалды ма? Бұның барлығы орыстың қазаққа жасаған зұлымдығы. Болмаса, тұңғыстың Ұлан байтақ даласында атомды жаруға болатын еді. Бірақ орысқа қазақтың алыптары шыққан шығысты, Семейді құрту керек болды. Сөйтіп, атом сынағын Семейде жасады. Әлемде жоқ, ең сұмдық, ең көп атом сынағының Семейде болуы орыстың қазаққа жасаған зұлымдығынан. Орыстың Ұланғайыр даласында ғарышқа ұшатын нүкте жоқ беді. Бар болатын. Бірақ орысқа қазақтың жерінің қақ ортасынан шашу керек болды. Ол үшін Байқоңырды ойлап тапты. Байқоңырдың мына жағы Ақтөбе, мына жағы Қызылорда, мына жағы Жезқазған, Қарағанды, орталық Қазақстан, былайынан шығысқа да қазақ жерінің географиялық кіндігі болып саналды. Сөйтіп, құлаған зымыранның әрбір грамм гептилі қазақтың әрбір жан-жануар өсімдігі, ұшқан құс, жүгірген аңы, екі аяқты бендесінің барлығына зиян салатын уыт ордасы болды. Қазақтың орталық Қазақстаннан уран қазуда солай. Шымкенттің даласынан уран қазуда солай. Қысқасы, орыс тек қазақты қайтсем қырам, қайтсем жоям дегеннен басқаны ойламаған қауым. Енді қазір Қарақытай қаптап жатыр. Қазақтың санасына орыс отаршылдары кезінде сіңдірілген бір қыңыр, қисық, теріс түсінік бар. Қарақытай қаптаса, сары орыс жеті әкеңдей болар деген. Бұл да отаршылдық идеология. Орыс пен Қытайдың ешқайсысы қазақты жарылқамайды. Жарылқайын деп те тұрған жоқ. Өсетін жұрт Қытайдан қашық болар, өшетін жұрт Қытайға ғашық болар деп біздің жаңадан мақал шығарғанымыз да содан. Мына қаптаған Қарақытайды неге қаптатып отыр? Орыстың ықпалынан құтылайын деп па? Жоқ. Бұның барлығы Путин мен Ши Цзиньпиннің ымырасы. Ал орыс салса көндім, Қытай салса өлдім деп отырған ол Тоқайдың сұмырай, сұрқия билігі. Тоқайға оның тағы керек, қазақтың бағы керек емес. Тоқаев қазақтың жауы. Алдыңғы жолы Пекиннің басшысы Ши Цзиньпиннің Мәскеуге барып, көр аузында жанталасып жатқан Путинмен ымыраласып қайтқаны белгілі. Яғни, орыс дәл қазір санкциядан сансырап, экономикасы құлдырап, қансырап отыр. Соңғы тұяқ серперлік шамасы ғана қалды. Сол орысқа арамза Қытай барды. Сөйтіп, енді Қазақстан менің ықпалымда болады. Қазақстанда білгенімді істеймін, сен көрсең де көрмеске саласың деді. Путин не айтады? Оған қару керек. Оның өзі ажал аузында жанталасып отыр. Сөйтті де Путин ладна деді. Ал Тоқаевқа бәрібір. Оған тағын кім сақтап берсе, мынау көтеріліп қайта-қайта жұмыс сұрап, қайта-қайта екі қолға бір жұмыс таппай отырған қазақтың ереуілін кім басып берсе, сол керек болып тұр. Қанды қаңтарда қолы білегіне дейін қанға малынған, қазақтың қанына малынған Қанішер Тоқаевқа тақты сақтау, жанды сақтау. Тақтан айырылған күні жаннан да айырылатынын ол арамза біліп отыр. Сөйтіп, орыс пен Қытай Мәскеуде ымыраласты. Бұл 1881 жылғы Петербор ымырасының 2023 жылғы қайталанған көрінісі. Петерборда орыс патшасы мен Қытай патшасының
Іле келісімі, Орыс патшасы менен Қытай патшасының тарбағатай келісімі болған. Бұл келісімді тарихта Петербор келісімі деп атайды. Ал осы келісімнің аясында қазақ жерінің ең шұрайлы жер жаннаты Жетісуы Қағекке айырылды. Іле дариясының басы Қытайда қалды. Қазіргі Іле, Алтай, Тарбағатай, Сайрам, Буратол, Жыңғылды, Тақия, Баркөл, Мори сөйтіп Қытай жері болып қалды. Яғни қазақтың жерін Қытай мен Орыс Петербор келісімінде 1881 жылы Қағекке бөліп алған болса, осы жолы Мәскеу келісімінде, құпия келісімде Путин мен Ши Цзиньпин қазақ даласын тағы да екіге бөлуді уағдаласты. Соның нәтижесі Қытайдың қазақ жеріне визасыз кіруі. Оған Орыс көзін жұмып қарады. Неге? Қытайдың әскери және қаржылық көмегін алу үшін Орыс бұған көнбеске шарасы қалмады. Ал ортасында қазақ отыр. Біресе Орысқа жалтақтап, біресе Қытайға жалтақтап. Орыс жаума, Қытай жаума деп оттаған сөз. Орыс та, Қытай да, Қызылбас Иран да тарихтан бері қазақтың үш ата жауы. Қазақтың үш жауы бар. Ол үшеуі де көршіміз Орыс, Қытай, Иран. Иран ертедегі ескі жау. Бүгінгі күнде бүгінгі тарихи жадысы солғындаған қазақ ұмыттыңқырап қалған жау. Бірақ санамызға мың-сан сектаны тықпалап, әбден руханиятымызды құлдыратқысы келген бұл жау кезінде жерімізге де көз алартқан. Әйтпесе Каспийде бұл Қызылбас сарттың қақысы жоқ еді. Бүгін Каспийдің бір бөлігін иемденіп отырғаны да осы Қызылбастың кезіндегі жаулығының бір көрінісі. Болмаса Каспийдің айналасы, қазақ айтатын теңіздің төрт бұрышы түгелімен қазақтікі еді. Әрине, теңіздің солтүстігіне кеше Қандауыз Орыс келіп Қандауызын салды. Білесіздер, Еділ далды, Жайық далды, енді алмаған нен қалды деп ноғай бауырларымыз жылағандай, енді бұл Қытай Ілен алды, Ертісті алды. Іле мен Ертістің басын 1881 алған Қытай енді Іле мен Ертістің аяғын алмақ. Іленің аяғы Балқаштың көліне кеп құяды. Ертістің аяғы солтүстік мұзды мұхитқа барып құяды. Қытайдың арман осы. Ертістің басында аяғында алмақ, Іленің басында аяғында алмақ. Сондықтан ортадағы аңқау қазақ Орыс жаума, Қытай жаума, Орыс дос еді, Қытай жау еді деп қиялданбай-ақ қой. Немесе кімде-кім Қытайға сөйлесе, Қытайға қарсы сөйлесе, кімде-кім Қытайдың визасыз кіруіне қарсы болса, ойбай мынау Мәскеудің итаршысы, ойбай анау алай деп оттама. Айналайын, сорлы қазағым, сені Орыс та, Қытай да тарихтан бері ешқашан жарылқаған жоқ. Сені жарылқасаң, өзің жарылқайсың. Құдайдың жарылқағанын, Құдайдың жанашығанын күт. Ешкімнен жақсылық күтпе. Осы ұғымды қазақтың санасына сіңдіру үшін осыны айтып отырмыз. Бұл әлсіздіктен, аңқаулықтан бізге анау көмектеседі, бізге мынау көмектеседі деп үміт ету, қиялдау барлық әлсіздің ортақ психологиялық кемшілігі. Американы айтсаң, ой, Америка арабтарды не қылды, Палестинді әйтті, Сирияны бүйтті деп оттап шыға келеді. Онда отыр, Марстан көмек күт, онда отыр, Юпитерден біреу кеп көмектеседі деп. Онда отыр, қиялдап, ғарыш адамдары кеп қазаққа көмектеседі деп. Саған ешкім көмектеспейді. Америка, Еуропа саған көмектесуге міндетті емес. Ал Қытай жауың, Қызылбас сарт жауың, Орыс жауың. Енді не істейсің? Отырасың ба тотиып, біреу кеп көмектеседі деп, Әблязов келеді, Серікжан келеді деп, құтқарады деп отырасың ба? Қарақытай қаптады. Қолыңдан не қарекет келеді? Тікенің бар ма пісетін? Пісіп ал. Қандай қарсылығың болады? Қандай наразылығың болады? Ұйымдас, той жасағанда 500 қазақ жиналасың, 1000 қазақ жиналасың. Болат Назарбаев палау басса 10 000 қазақ жиналасың Шымкентте. Қарақытай қаптап жатқанда 5 қазақтың басы қосылмаса, жиын өткізе алмасаң, конференция өткізе алмасаң, плакат алып көшеге шыға алмасаң, кем дегенде Құдай берген үйіңдегі аулаңда отырып, бір наразы болған видеоңды сөйлеп, желіге сала алмасаң, атаңның басына адаммын деп отырсыңдар ма? Көкте Құдайдан қорықсаңдаршы,
Жерде адамнан ұялсаңдаршы. Қара Қытайды қаптатып қойып, ертең бүкіл кәрі қызыңды Қытайдың құшағына беріп қойып, Қытайдан туған жиендеріңді құшақтап отырайын деп отырсың ба? Мына Қытайдың зұлымдығын айтып біз жылағалы қанша уақыт болды? Көзімізден жас та шықпас болды қазір. Бұл Қытай, бұл жер бетінде бұндай зұлым халық жоқ. Бұл Қытай жер бетінде бұндай жауыз халық жоқ. Бұл Қытай 1,5 миллиард. Бұл табиғи өсіммен көбейген халық емес. Бұл қазақ сияқты сорлы бишара аузын қайсы десе мұрнын көрсететін бәленбай мың халық. Бір халық емес, екі халық емес, мың халықты жұтып алып отырған аждаһар бұл. Жұтып алады. Бұл ертең Қара Қытайын қаптатып сойып жейді сені, сойып жейді. Ана оңтүстік Вьетнам жақтағы халықтарды кәдімгідей қарақшыларын жіберіп, солардың еті дәмді екен деп үгіттеп, уағыздап, солардың жас баласын, туа салған баласын сойғызтып жеген. Бұл Қытай құрт құмырсқа бақа шаянды жейтін Қытайға сенің балаңды сойып жеу түк емес. Африкаға кен қазғалы барған Қытайлар, Африкадағы қара зеңгілердің бір жерін жесе, еркектік қуаты артады екен деп, соларды сойып жеген. Сол кен орнынан жердің астынан бәленбай мың қара зеңгінің сүйегі шыққан. Бұл Қытай нені жесе соны қуат береді дейді. Қойдың бүйрегін жеп, бүйрегім қуаттанады, еркектігім артады дейді. Анау бұқаның, қошқардың, тағы бір қазақ жемейтін жерлерін жеп, біздің еркектік қуатымыз артады дейді. Ертең қазақтың етін жесең, қазақ сияқты күшті боласың. Азияның боксы мен секісінде ең алдыда қазақ дейтін халықтың ойбай еркегін сойып жесең керемет болады екесің десе, Қара Қытай қаптайды, сосын жоғаласың. Бұл мен қорқытқаным емес. Юннан, Сычуан провинциясы, қазіргі Қытайдың провинциясы болып отырған сол өлкелерді жаулап алған кезінде Қытайдың идеологтары, ана топас, надан, тобыр, бақа көрседі, құрт көрседі, шаян көрседі, анау нәжіс әжетханадағы бір қылдаған құртқа дейін теріп алып жей беретін осы халыққа, мына халықтардың етін жесең өмірің ұзақ болады екен деді. Міне Гуандон провинциясында, Кантон провинциясында, Қытайдың ең атақты провинциясы, туған баланы, жаңа сәби баланы жеп, өмірімізді ұзартамыз дейді. Бұлар ашхади кәфірлер бұлар. Жер бетінде бұндай жауыз халықтың мен екіншісін көрген жоқпын. Ертең анау хайуан екеш, хайуанның өзінің төлін өзі жемейтін, зұлымдық істейтін Қара Қытайды жеріне қаптатып қойып, содан орган саудасының көкөсін көресің. Орган саудасы деген не? Бауыр, бүйрек саудасы. Қазір бүкіл адамзатты шошытып отырған Қытай. Бір бүйрек $260,000, бір бауыр $320,000. Мен 2017 жылдан бері бұның сан цифрларын айтып келемін. Қара Қытай енді қазақ жеріне келе. Енді сенің жас бозбалаң жоғалады. Жас бойжеткенің жоғалады. Енді сенің сәби балаң ұрланады. Қытайда сен ұялы телефоныңды жоғалтып алсаң, 10 минуттың ішінде полицей тауып әкеп береді. Бірақ сенің балаң жоғалса, Қытай 10 жылда тауып әкеп бере алмайды. Қытайда бала ұрлығы дүние бойынша ең бірінші орында. Сен Қытайда интернеттен VPN қолдан, не түрлі хакерлік жолмен бір пост жазып қалсаң, компартияға күдік келтіріп қалсаң, немесе коммунизмге күдік келтіріп қалсаң, неге солтүстік Корей, кедей, егер коммунизм жақсы болса деп жазып қалсаң, немесе солтүстік Корей неғып оңтүстік Корей сияқты дамымай қалды деп, яғни оңтүстік Корея капитализм, демократия, солтүстік Корей социализм, ол неғып кедей болып тұр деген бір ауыз сөз жазып қалғаның үшін сотталып кетесің. Сені тауып алады қай жерден жазсаң да. Бірақ Қытайда жоғалған бала табылмайды. Неге? Ол Қытай коммунистік партиясының бизнесі. Қытайда сонда киім-кешек бизнесі, азық-түлік бизнесі, басқа өндіріс құрып қалды ма? Жоқ. Қытай коммунистері адам ағзасы бизнесін ашу арқылы бұның табысы сұмдық. Бір адамның ішкі ағзасынан олар $1 миллион жасап отыр. Және осы арқылы бүкіл дүние жүзінің бандиттерін, бүкіл дүние жүзінің диктаторларын алақанын ұстап отыр.
Мына арабыңның шейхтарынан тартып, патшалары, ханзадалары, анау бір басында бәленбай жүз тоқалы барлар, бұлар бүйрегін кәдімгі байпақ ауыстырғаннан арман ауыстырады. Сен байпағын құрттап шіріп, сасып байпағыңды 10 жылда бір жаңа байпақ ауыстырсаң, арабың 2 күнде бір бүйрегін ауыстырып жүр. Соның бәрін жасап отырған мына зұлым Қытай. Енді ертең қазақ даласында келеді, балаң ұрлайды Қытай. Балаң ұрлап, қолынан келсе бауыр бүйрегін сатып $1 миллион жасайды. Қолынан келмесе балаңды сойып жеп алады. Бұл тарихта шын болды. Вьетнамда, Юннанда, Вьетнам шекарасында, Вьетнамға шекара Қытайдың оңтүстігінде хмоңдарды, жуаңдарды жаулап алғанда, олардың адамдарын сойып жесең, өмірлерің ұзақ болады деп, ең соңында сол қарапайым Қытайдың әскері емес, жай халқы аң аулағандай аулап жүріп, сол халықтардың көзін құртты. Қарақытайды қаптату, қазақты жою. Орыс қырып таусалмаған қазақты Қытайдың демографиялық құла тасқында жоқ қылу. Ойлан қазақ. Тағы қайталап айтам, орыс құтқарушы емес. Тағы қайталап айтам, Қытай ата жау, орыс ата жау. Осы ата жаулардан сені ешкім құтқармайды. Америка міндетті емес, Еуропа сенің нағашың емес, сені ғарыштан, Марстан біреу кеп жат жұлдызды құтқармайды. Оянбасаң, сені Құдай да кеп құтқармайды. Жараттым, жаралу менен, жаралу өзіңнен, деді Құдай. Бұл дүниеге Құдай килікпейді, сені жіберіп қойды, емтиқан тапсыр деп, қолыңа қалам қағазыңды беріп, емтиқан тапсырасың. Құдайды Құдайға тапсырдық десем, Құдай тек ақиретте сұрақ алады. Ақиретке дейін сонда Қытай мен орыстан кек алмаймыз ба? Құдайға тапсырдық деген әлі жетпеген ақиретшіл. Ол бір нәрсе болса, бір жұмыс болса, Құдайға тапсырдық. Қытай Құдайдан құдіретті емес деген бір есекпастар қаптап кетіпті. Ей, Құдайға тапсырма. Құдай бұл дүниені бізге тапсырды. Құдайдың бұл дүниеде сұрағы болмайды. Бұл дүниеде амал бар, қарекет бар. Бұл дүниеде сұрақ жоқ. Сұрақ ол дүниеде болады. Егер кімдегім қарекетсіз жатып алып Құдайға тапсыра берсе, ол діннен шығуы мүмкін. Ол кәпір болып кетуі мүмкін. Жау еліңе келгенде Құдайға тапсырдық деп жатсаң, кәпір болып кетуі мүмкін. Ей, Алланың соңғы елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам жауға шапты ма? Шапты. Құдайға тапсырдық деп сәлдесін орап ап, намазын оқып жатты ма сол кісі? Жоқ. Ей, сол кісі Мединеге жау шапқанда Мединені айналдырып ор қаздырды ма? Бұрынғы арабтың жері құмды болды. О кезде ор қазу жоқ болды. Сонда Қызылбастан барған бір сахабасы, біз ор қазатынбыз, қаланы айналдырып деді. Соны біліп, қабылдап, ор қаздырды. Әскерін жаттықтырма? Жаттықтырды. Қалай шабады, қалай екі жаннан екі бүйірден қысады, қалай кері шегініп кеп арттан ұрады. Жаттықтырды ма? Жаттықтырды. Қару жасатты ма? Жасатты. Жебе жасатты ма? Жасатты. Ей, Құдайға тапсырдық деп сол кісі неге жатып алған жоқ? Ей, қазақ-ау, ей, қазақ, сен Құдайға тапсырғыш қазақ. Жастықты биік қойып, Құдайдан құдіретті емес, Құдайға тапсырдық деп қой. Құдай саған қай кітабында уәде беріпті? Қазақ, сен ұйықта. Мен бәрін өзім құра, былай келсе орысты қырып тастаймын, былай келсе Қытайды қырып тастаймын деп Құдайдың саған берген контракты бар ма жазбаша, нотариалды түрде? Мына қазақтың барлығы дерлік психикалық ауытқуға ұшыраған халық. Бірдеңені айтсаң, дінін алып шығады қалтасынан, байпағының арасынан. Бірдеңені айтсаң, дамбалының ішінен бірдеңесін алып шығады, сонымен отырады, қарекетсіз. Ашейін қазақ, Құдай кеп құтқарады деп. Арам қатасың қазақ. Орыс пен Қытайға қарекетіңмен қарсы тұрмасаң, арам қатасың. Және содан кейін Құдайға өкпелі бол дүниеге бар. Құдай, мен саған тапсырсам, сен не құтқармадың десе, Құдай сен тозағына жібереді. Сонда бұл дүниеден бір қорлық көріп, о дүниеде Құдайдың тозағына түсіп, Құдай айтады, мен саған бүкіл заңды жазып саған жібердім ғой.
Маған тапсырма дедім ғой. Сен өзің менің заңдарымды, менің кітабымды дұрыс оқымаған топас екенсің, бар шық тозаққа дейді ғой. Мына Құдайдың заңын түсінбегенде Құдай атады қазақтар. Соны түсініңдерші. Көктен Құдай келіп енді мына жаман Қарақытаймен соғыспайды. Осыны көздерің елестетіңдер. Құдай көктен түсіп, Қорғастың шекарасына барып, қаптаған қалың Қытаймен найзаласып отырмайды. Оян қазақ. Өзіңді өзің құтқарасың қазақ. Ызаланып, қатты айтсам айыпқа бермеңіздер. Мені жек көре беріңіздерші. Біреуге қазандай басым, біреуге табақтай бетім ұнамайды, біреуге даусым ұнамайды. Мен ешкімге ұнауға міндетті емеспін. Тура сен де сондайсың. Сенің жүрісіңде, күлкіңде, өзіңде, сөзіңде біреуге ұнамайды. Қазаққа ұнайтын идеал адам ешқашан жер шарына келмейді. Бұл қазақ іздеп жүріп таптым, ойбай таптым, тырнағының астынан кір таптым деп мін іздейді. Бүкіл қазаққа ұнайтын идеал адам шықпайды. Көктен пайғамбар түсіп қалықтап отыр, періштелер қанатына мінгізіп алып кеп, көктен түссе де қазақ бүйтіп отыр, бір мін ойлап таба салады. Сорлы қазағым-ау, ананың анау, мынаның мынау ұнамай отырғанда тозақтың төрінен бірақ шықпа. Онсыз да ең сорлы қауым болып отырсың. Әлемдегі ең кең жерде өліңде тіріңде, өлің үйге тірің көрге жармай отырсың. Өзің жұмыссыз отырсың. Мұнай мен газ, алтын мен күмістің үстінде отырып, бұтыңда дамбалың жоқ, қайыршы болып отырсың. Өзің жұмысқа жармай отырып, Қарақытайды қаптатып, бізге жұмыс береді деп отырсың. Бұның барлығы мынау зұлым Тоқайдың иттігі. Оян қазақ. Мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық режимді құртпай, адамша өмір сүре алмайсың қазақ. Жақсы, аман сау болыңдар. Сосын ойламаңдар. Әбілязовқа, Серікжанға маған бар ғой, маған мына Америкада маған еш қиындық жоқ. Жақсы өмір сүріп жатырмын. Жақсы өмір сүріп. Өзімнің қарақан басымды, қарнымды ойласам, маған Америкадан рахат жер жоқ. Америкадан рахат жер жоқ. Заң салтанат құрған, медицинасы тегін, рахат маған. Мен немін едім? Мен анау қалың қазағымды ойлап отырмын. Ата бабаның жан алып, жан беріп, әрбір түйір топырағын қанымен суарып алған қазақтың қасиетті жері, мына бүгінгі құлданған, санасы салданған, біреуге жәннат орнатып береме деп отырған надан қазақтың кесірінен орыс пен Қытайға телім-телім болып, қайтадан құлдыққа түсеміз ба деп алаңдағаннан айтып отыр. Қарақан қара басымды ойласам, ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Қарақан қара басымды ойласам, мен халаулайлым, қаулайлым деп жүре беруге әбден жағдайым жетеді. Мен қазақтың баласын ойлап отыр. Бүгін сен қазақ шығарсың, бірақ ертең ұрпағың Қытай болады. Бүгінгі қазақтар, ертеңгі Қытай болатын бүгінгі қазақтар. Ойлан, мен соны айтқым келеді. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Оян, оян деп шаршадым. Енді айтайын, ұйықта қазақ, ұйқың жайлы болсын. Ұйықта.